сұрап жатырмын, жаңағы ғайбат кешірім сұраса жақсы дейді ғой, жақсы. Мен ешқандай өкпем жоқ, менің еміме енді қатыспай ақ қойыңдар, шақырмай ақ та қой, ренішім жоқ, батаға да кірмей, неғыласыңдар, енді көңілдерің қалып, жаңағы кешірім сұрап жатырмын, мен басым кеміс деп жатсыңдар, сайқал деп жатсыңдар, шайтан деп жатсыңдар, енді оның бәріне көнем. Үкімет, енді емші болған қиын ғой, ол ананы көріп тұрғаннан кейін сен шыдай алмайсың. Болмаса деген атақ, абырой керек болса, ақша керек болса, мен Құдайға шүкір, жаңағы Маңғыстау әйтеуір шұбаттарыңды, қымыздарыңды алып шығыватқан адамсыңдар ғой. Мен одан да бұрын сендер маған қымбат болдыңдар да, лучше мені шек көрсе де, енді ана көрген кезде шошып кеттім, мен түнде ұйықтатпады ғой, мені түнде ұйықтатқан жоқ аталар. Мен оны көрген кезде мен әрбір бауырым үшін жаным қиналды да, сөйтіп шырылдап жатырмын, айтып жатырмын, былай айтып жатырмын, түсінбейді не болса, ақыр аяғында шындандым, көтеріліп кеттім. Мен арқам бар ғой өзім, көтеріліп кеттім, сөйтіп қатты айттым, қойшайшы, қояйық та деп. Енді мен ана қиын жағдайды, кешегі дүрліккенді көргесін бір жағынан қорқып кеттім. Енді мен просто кейде ойлаймын, сондайды көрмейтін адам болғанда жақсы ғой. Мен Аллах көріп тұр, бала шағам бар, түнде мен қатты қысылдым. Түнгі таңғы 4-те мен кірген кезде эфирде көп адамды оятып жіберген ұйқыдан өзде. Сол кезде біз 5000 адам болып отырып көрдік осыны. Енді мен қалай қылайын, мен аузым лас, маған сенбеңдер, мен оны да айтып жатырмын. Пайдаланып көріңдер, болмаса мені тіпті ұрыңдар, соғыңдар. Енді мен ештеңе істей алмаймын, достар. Мен бір өзім түсінбейтін әлемде жүрмін. Мен ол әлемді өзім сұрап алған жоқпын, өзім қолдан жасап алған жоқпын. Мен де бір ауру адамым ғой, психически, может, аурудың кісі шығармын. Маған алаңдамаңыздар, өздеріңіз ерлік үшін енді шығып жатсыздар ғой, Құдай тек тілекші болайын. Мен просто сіздерді жақсы көремін. Қатты кетіп қалғаным рас, күйініп кеттім. Енді бәрі бар ғой, неге сонша жаңағы не қылдық деп жатырмын. Енді өздеріңіз қараңыз. Мені ренжімеймін, ешқандай ренішім жоқ. Қаншық деңдер, тіпті сабаңдар, мені кіргізбеңдер Маңғыстауға. Бергендерің болса қайтып алында дайындап жатыр қыздар. Мен ақыштамаймын ана қыздарға төлеп, оларды қалай қылса, енді бір дұрыс адам деп шақырғысы келген шығар, олардың да кінәсі жоқ. Менің басым кеміс екенін баяғыда айтқанмын. Мен өзім басым ауырады, психически ауырамыз. Енді түсінбейміз ол ауру ма, әлде әруақ па, сондықтан маған сенбеңіздер. Мен тек айту міндетім. Менің ішімдегі нәрсе солай айттым. Не жетпейді, бейбітшілікті сақта деп атым. Мен осыларды енді ол мені бәрі айтқызады. Может, мен психически больной шығар, мен өзім білмеймін ғой. Енді ренжімеймін, ешқандай ренішім жоқ. Маған алаңдамаңыздар, мен жынды адам шығармын, может. Енді өздерің жазып жатсыңдар ғой бәрі. Аурусың, психически жындысың, кеміссің деп жатсың. Енді мен айтып жатырмын ғой, кешірім сұрап жатырмын, кеміс болсам менің ғана алаңдама, менен шығып кет, болмаса блокқа салып жатырмын айтып өзім. Психически ауырған шығар, енді андай сөзді кеміс болып айтып тұрмын, түнгі 4-те тұрып алып, ұйықтатпайды, жын шайтан ба, молдалар жын шайтан деп жатсыңдар, біреулер ойбай керемет деп жатсыңдар, енді мен өзім білмеймін. Күйеуім да уже қойды, маған қарамайды қазір. Жүре бер дейді, енді ұстай алмай отыр, ол да балаларым да уже шаршаған, ешқандай режим айтамын болды. Менің ұстай алмаймын, ішімнен бір нәрсе солай айтқызады. Мен енді жаңа тыңдап отырмын, бірақ бесі деп неге айтып жатырмын. Маған алаңдамаңыздар, сотқа беріңдер мені, ұрыңдар, соғыңдар, мен бәрібір айтқызады, ол мен іштеп тұра алмаймын. Мені бостан босқа аңқау арамызға деп айта бер. Мен бәріне көнем. Екі қолымды көтеріп көнем даже. Аямаңдар. Мен еш алаңдамаңдар. Мен айтып тастайын солай. Мен ұстап тұра алмаймын. Ол менің күшімен болып жатқан жоқ. Ол может психически ауырады шығармыз. Шыңғырып кеткен шығар. Мен ода шаруам жоқ. Тек зияным тигізбейді. Забастовкілерге шығып жатса, шыға беріңдер. Маған алаңдамаңдар, шыға беріңдер. Өздерің ойлаған армандарың бар шығар. Қойған мақсаттарың бар шығар. Өтірік жылап жатқан жоқпын. Құдай ақы, Құдай көріп тұр, әруақ дейсің. Мен енді ештеңе айтқым келмейді уже.
мен қасымда бір адам қалса да жарайды. Бір адам. Кете беріңіздер, достықтан бас тартыңыздар. Пропискадан шығып кетіңіздер. Блокқа сал. Ақшаларың кетсе қайтып ала қой. Мен сіздердің алдында кешірім сұраймын. Бірақ мен ол күш істетемін бәрін. Мен айттым. Өзім білмеймін. Таңғы 4-те тұрып айттым. Шырылдап айттым. Бұлай айттым. Шынды сияқты болып айттым. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Мен бірақ көрдім сіздерді. Жүрегім ауырды. Айтып қалдым. Айт деді. Ата сосын ақырында айқайлап енді сол жерде тұратын халық адайлар ғой. Ақыр соңында сұмырай деп те айттым. Енді маған бәрі оған көтеріліп жіберген. Не болса соны жазыңдар, өздерің отырып алып. Не болса соны аузға айтты. Кешірім сұраймын. Маған қарама, мен психически ауыратын кісі шығарып, маған емге келмей-ақ қойыңдар. Больницаға барыңдар, басқа емшіге барыңдар, дұрыс ақылесі. Маған алаңдамаңыздар. Маған ешқандай атақ, абырой, ақша, байлық керек жоқ. Болған жерінше болады, болмаса да ренжімеймін. Еш ренжім жоқ. Сондықтан маған ренжімеңіздер. Сауап болды деп жатсаң, сауап бола қойсын. Иә, бәрі күшті болсын. Жеңіңдер, аман болыңдар. Өздерің әйтеуір аман қалыңдар, тек бастарың аман болсын. Үйлеріңде аналарың бар, әкелерің бар. Тек аман болыңдар. Маған алаңдамаңдар. Өздерің білгендерін жасай беріңдер. Мен айтып құтылдым. Мен өзім міндетімнен құтылдым. Тек соған қуанып жатырмын. Бір күш айтқызды, сенесің.